Сәлем достар, сіздермен Айгерім. Бүгін біз сіздермен өте дәмді әрі оңай жасалатын лаваштан рулет дайындайтын боламыз. Дастарханға холодный ретінде салуға болады. Видеомды соңына дейін қарап, міндетті түрде жасап көріңіздер. Мені қолдап, каналыма тіркеліп кетуді де ұмытпаңыздар. Ең алдымен салмасын дайындап аламыз. Салмасына свежий қияр, крабовые палочки, піскен күріш мен алдын ала қайнатып пісіріп алдым, майонез және дәміне қарай тұз. Қазір қияр мен крабовые палочкиді майдалап, төрт бұрыштап турап аламыз. Осылай екі шетін алып тастаймыз. Таза ыдысымызға саламыз. Крабовые палочкиді да қияр сияқты майдалап, төрт бұрыштап турап шығамыз. Күрішіміз пісіп дайын тұр. Саламыз. Мен жұмыртқаны ұмытып бара жатыр екенмін. Жұмыртқаны да майдалап, төрт бұрыштап турап шығамыз. Енді артынан дәміне қарай тұз, майонезіміз саламыз. Менде мына жерде 4 ас қасық майонез бар. Майонезді барлық жеріне жеткізіп, жақсылап араластырып аламыз. Мінекей салмамыз дайын. Дәмін татып көрсеңіздер де болады, өте дәмді болды. Қазір осыны лавашқа орайтын боламыз. Мінекей лавашымызды дайындап алдық. Менде мына жерде 3 дана лаваш, біреуіне салмамызды саламыз. Жаймалаймыз, шет-шетін барлығына жеткізіп, рулет орағандай ораймыз. Біріншісі дайын. Екінші лавашымызды ораймыз. Менің салмам 2 лавашқа жетті. Ораймыз. Мінекей екіншісі де дайын. Дайын лаваштарымызды осылай рулет кескендей кесіп шығамыз. Пышағымыз өткір болуы тиіс. Тарелкаға саламыз. Мінекей рулетті кесіп тарелкамызға салдық. Осылай дастарханға ұсынсаңыздар, дастарханның сәнін келтіретіні сөзсіз. Дәмі де сондай ерекше. Видеомды соңына дейін қараған болсаңыздар, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ас болсын.